Құрметті партнерлар, сіздерден өтініп сұрайтыным, өздеріңіз көріп отырған видеолардың барлығы жаңа презентация аппараты, сосын презентация, жаңа басқа да презентациялар бар, цили туралы, және де басқа продукцияларымыз бар ғой, осы Ишеньян компаниясының. Соны көресіздер ғой, жаңа результаттарды көресіздер. Сол кезде астына комментарий жазыңыздаршы. Да, например, менде видео болды, что жарты сағаттың ішінде жүре алмай қалған әйелдер жүріп кетті, жаңағындай уже жақсы результат болды деген, я. Соның астына дегеннің результат, я көрдік көзімізден, я осындай аппарат осылай жұмыс істейді, 1 жыл болды жұмыс істеп жатқанымызға, мен Тараздамын, мен Шымкенттемін, мен осындай Қызылордадамын деген сияқты астына комментарийға жазып, өздеріңіздің телефон номерларыңызды жазып қойыңыздар. Айтыңыз, я осындай көмегі тиіп жатыр, пайдаланып жатырмыз, білеміз деген сияқты өздеріңіздің жаңағы презентацияларыңызды, то есть сөздеріңіз, комментарийларыңызды жазып қойсаңыздар, халық соған сенеді. Мен неге айтып тұрмын, себебі көбісі айтып жатыр, ол не деген сиқыр, 21 ғасырда тұрамыз ғой, сен кімді алдап тұрсың? Осындай видеолар салып, кеше түні мен ұйықтай алмадым, осы жерде маған сондай комментарий жазып жіберіпті. Сен кімді алдап тұрсың? 21 ғасырда тұрып жатырмыз. Бұл не деген фокус? Маған қазір 5000 теңге берсең, мен де қазір осындай ақсап келемді, аяқ астынан жүріп кетем деген сияқты комментарий жазып жатыр. Менің өзім жекеме де шығып жатыр сөйтіп. Сондықтан сіздерден өтініш, халық айтса қалт айтпайды. Халық болғаннан кейін сол видеолардың подписаться етіп, астына жаңағы өздеріңіздің отзывтарыңызды жазып қойыңыздар. Сіздерге өтініш, отзывтарыңызды жазыңыздар. Көрген результаттарыңызды жазыңыздар. Я осындай бұл кісіні таним, көргемін деген сияқты сондай жазыңыздар. Сосын деген жаңағындай көп комментарийлар, отзывтар оқып жатырмын, бізге неге спонсорларымыз тегін оқытпайды деген сияқты. Сіздерді тегін оқытатын мысалы кім бар? Біз өзіміз әлі еш нәрсе білмейміз, сондықтан сіздерді біз аппарат былай жұмыс істейді деген сияқты ондай нәрсе үйрете алмаймыз. Көрген білгеніміз бір-бірімізден қарап үйреніп жатырмыз, я. Сосын тағы бір айтатыным, жаңағы цили болсын, мули болсын, соның барлығын мен айтып жатырмын ғой, мысалы адамдарға осы цили жақсы жұмыс істейді деген сияқты. Мына жақта все знайкалар ашуымды келтіріп, қандай исследование, қандай технологиямен жасалған, сен көріп тұрдың ба, қарап тұрдың ба деген сияқты әңгіме айтып жатыр. Сондықтан сіздерге сабақ артық болмайды, информация білгендеріңіз жақсы, ал жаныңыздан бірі всезнайка кездесіп қалатын болса, оған жаңағындай цили туралы керемет нәрселерді біліп алғаныңыз дұрыс болады. Цили болсын, біздің өзіміздің қандай продукциямыз бар, сол продукциялардың барлығын үйреніп көріп алыңыздар. Егер де білімдеріңіз күшті болса, абай атамыз айтқандай, кім білімді, сол жеңеді. Білімді мыңды жығады демекші, егер де осы продукциялар туралы сайрап тұратын болсаңыздар, кез келген адамды сіздер өздеріңіздің командаларыңызға қоса аласыздар. Білім деген керек, білімді всегда бағалау керек. Сондай жағдай. Тағы да бір өтініш, комментарий жазыңыздар, жаңағы видеолардың астына жаңағы всезнайкалар деген жазып жатыр деп айтып жатырмын ғой жаңағындай. Не деген сұмдық, бұл қазір 5000 теңге берсең, мен де қазір ақсап келем да, сосын сап-сау болып кетем, бұның бәрі лохотрон, мынаның бәрі өтірік деген әңгімелер болып жатыр. Сондықтан сіздерден өтініш, астарына комментарий жазып, өздеріңіз телефоныңызды жазып қойыңыз. Мен Тараздамын, мен Шымкенттемін, мен аппарат алдым, мен жұмыс жасап жатырмын деген сияқты. Жақсы сау болыңыздар. Жақсылықта келсек, бай қуатты болайық.